Адам әлемдегі ең ақылды тірі жан. Біз қолайлы өмір сүру үшін табиғатты өз ыңғайымызға бейімдедік. Өсімдіктер, өзендер, көлдер, таудар және жазықтар осының бәрін біз өзіміздің ақылымыз және бірлестігіміздің арқасында бағындырдық. Ал егер адам жабайы табиғатта бірге бір жыртқыш хайуандардың арасында қалса, адамның қаншалықты мықты екенін тек Құдай ғана біледі. Мен сіздің назарыңызға әлемдегі топ 5 ең қауіпті жаумауыз жануарларды айтып беремін. Ньомбе арыстандары. Арыстандардың адамдарға шапқан оқиғалары аз емес. Ең белгілі жағдайы 1932 жылы Танзания елінде Ньомбе қаласында болған. Сол жерде адамның етін жейтін жаумауыз арыстандардың отары қалыптасты. Көптеген адамдар осы арыстандардың құрбандарына айналды. Жергілікті тұрғындардың аңыздарына сенсек, бұл Брайтты бір жергілікті бақсы басқарған екен. Тайпа көсемі оны тайпадан қуып жіберген соң, ол сөйтіп кек ауылға көшті. Қорқып қалған халық тайпа көсемі бақсыны тайпаға қайтарғанын қалады. Бірақ тайпа көсемі өте қырсық болған екен. Ал арыстандар өз аңшылықтарын жалғастыра берді. Ақыр соңында олардың кесірінен 1000 адам құрбанға айналды. Осы мәселені естіп атақшы аңшы Джордж Рашби осы шаруаны өз қолына алды. Ол 15 арыстанды өлтіре алды. Ал қалғандары осыдан соң басқа аймақтарға қашып кетті. Осылай осы қанды оқиға аяқталды. Екі саусақты Том. Осындай атымен американдық үлкен крокодил әлем тарихына енді. Ол алдыңғы ғасырда 20-шы жылдарында Алабама және Флорида батпақтарында үлкен үрей туғызған. Том жергілікті аңызға айналған. Соның нәтижесінде аңыз бен шындық араласып кетіп, қайсысы оқиға шын, қайсысы жалған екенін түсіну өте қиын. Біз тек бір ғананы білеміз. Оның алдыңғы сол табанында тек 2 саусақ болған. Соның арқасында ол ерекше із қалдыратын болған. Сондықтан оны 2 саусақты Том деп атаған. Крокодилдің ұзындығы 4,5 метр. Жергілікті тұрғындар оны қарапайым крокодил емес, ол нағыз шайтан, Құдайдың бізге берген қарғысы деп шешті. Басқаша осындай хайуандықты қатыгездікті түсіндіруге болмады. Ол тек адамдарға шабатын болған. Көбінесе оның құрбандары өзеннің жағасындағы кірді жуып отқан әйел адамдар болды. Фермерлер Томға аңшылықты жариялады. Бірақ қарудың оғы оған еш зиян тигізбеген. Ақыр соңында әуірі күшті аңшы оны 20 жыл аңдып, оны бір өзен жағасында тұрған фермердің үйінің қасында ұясын тауып алды. Аңшы сол ұяға 15 шелек жарылғыш взрывчаткаларды қондырды. Қорқынышты жарылыс өзендегі барлық тірі жанды жойды. Бірақ тек Том еш зардап шекпеген. Бірнеше секундтан соң судың шашырауы және қорқынышты дауыс естілді. Өз үйлерінде отқан фермер және оның ұлы сыртқа шыққанда олардың көздеріне қорқынышты картина тап болды. Фермердің қызының жарты бөлігі болмаған. Ал Том суға сүңгудің алдында өзінің жанып тұрған көздерін көрсетіп кетті. Бұл оқиға шын ба өтірік па белгісіз, бірақ Томның өмір сүрген бұл анық және факт. Ол шынымен Флорида және Алабама батпақтарын үрейлеткені шындық. Жергілікті тұрғындар оны көрген және оның ақыруын естігенін айтады. Онда Том өмір сүрген батпақтарда адамдар 80-ші жылдарда 2 саусақты крокодилдің ізін тапқан. Аңшылардың Томды ұстаудың бүткіл әрекеттері сәтсіздікке ұшты және аяқталмады. Аюлар сыртынан қарағанда өте нәзік және сүйкімді болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде олар адам өміріне өте қауіпті хайуандар. Адамзат тарихында аюдың адамға шапқан оқиғалары аз емес. Соның ішіндегі ең атақты оқиға 1915 жылы болған. Бұл оқиға Жапон елінің Хоккайдо аумағында Санкибетсу деген ауылында орын тапқан. Ежелгі Ну орман арасында орналасқан жалғыз күттай ауыл болған. Бұл қоңыр аюлардың жері болған. Сол аюлардың ішіндегі ең үлкенін жергілікті ауыл тұрғындары Кисагаки деп атаған. Кисагаки үнемі ауыл бақшаларына келіп жеміс-жидектермен тамақтанған. Бұл ауыл тұрғындарына ұнаған емес. Сондықтан оны 2 аңшы бірігіп аюды атты. Жараланған аю тау жаққа қашып кетті. Тұрғындар енді аюлар мұнда ешқашан оралмайтынына сенді. Бірақ олар қатты қателесті. 1915 жылы 9 желтоқсан күні Кисагаки қайтып келді. Ол бірден Ото деген кісінің үйіне басып кіріп, әйел мен және оның баласын аямай оларды жыртып тастап орманға алып кетті. Отағасы үйге келгенде айналадағы жардың бәрі қан-қан болған. Ол барлық ауылдың жігіттерін жинап сол аюды ұстауға кетті. Олар оны өлтіруге бел байлаған. Олар оны тапты, бірақ өлтіре алмады. Кисагаки тағы да қашып кетті. Шамаудан соң ол қайтып келді. Бұл оның арнайы тактикасы болған. Бүкіл жігіттердің ауылда емес екендігін біліп қайтып келді. Аю бірден Миоки деген кісінің үйіне шауып кірді.
Сол күні 2 бала және аяғы ауыр әйел адам хайуанның құрбанына айналды. 2 күннің ішінде Кисагакиның кесірінен 6 адам зардап шекті. Осы оқиғадан соң тұрғындар күйзеліске түсті. Адамдар үйдің ішінен шығуға да қорықты. Бұл оқиғаны әйгілі аңшы естіп, осы мәселені шешуге көшті. Ол 14 желтоқсан күні Кисагакині ұстап өлтірді. Аюдың бойы 3 метр, ал салмағы 380 килограмм болған. Оның асқазанында адамдардың өлі денелерін тапқан. Осы оқиғадан соң адамдар Санкибетсу ауылын тастап бәрі көшіп кетті. 1916 жылы адамдар акула туралы көп нәрсе білген жоқ. Көбісі ғалымдар акуланың адам өміріне қауіпсіз деп ойлаған. Бұл оқиға Нью-Джерси жағажайында болған. Чарльз Вансент суда жүзіп жүргенде кенеттен оны акула тістеп алып жібермей қойды. Бұны көрген отбасы және куәгерлер бірден көмектесуге көшті. Әйтеуір бірдеңе қылып құтқарушылар оны акуладан құтқарды. Акула Чарльздың жамбас артериясын зақымдаған, ал аяғын жұлып алуға кішкене қалған. Дегенмен акула адамдарға шабай берген. 5 күннен соң Чарльз Брутлер жағадан әрі кетіп акуланың қолына тап болды. Құтқарушылар бұны байқап бірден көмекке жүгінді. Олар Брутлерді құтқарды, бірақ ол толық аяғынан мәңгіге айырылып, көп қан жоғалтқандықтан қайтыс болған. Ал келесі оқиға теңізде емес, Матабан қаласындағы кішкентай шығанақта болған. Тұрғындар акуланы өзенде көрген, бірақ ешкім бұған назар аударған жоқ. 12 шілдеде 11 жастағы бала суда жүзіп жүргенде акуланың құрбанына айналды. Бірнеше адам оған көмектесу үшін суға сүңгіді. Солардың арасында Стэнли Фишер болды. Ол да акуланың қолынан сол жерде қаза тапты. Жарты сағаттан соң акула тағы да бір баланы өз құрбанына айналдырды. Бұл оның ең соңғы құрбаны болған. 14 шілдеде Матабан Раритан бухтасында балықшылар оны ұстап алды. Оның асқазанында адамдардың сүйектері табылды. Сол кезеңнен бастап акулалар Жалмауыз деген атаққа ие болды. Бұл оқиға туралы көптеген газеттер басып шығарды, және осы оқиға Питер Бенчлини «Челюсти» деген кітап шығаруға шабыттандырды. Содан кейін атақты Стивен Спилберг осы кітаптың мотиві арқылы «Челюсти» деген кино түсірді. Индияның ормандарында көптеген қауіпті хайуандарды кездестіруге болады. Олардың ішіндегі ең қауіптісі салпы ерінді аю. Бұл аюлардың кесірінен жыл сайын бірнеше адам зардап шегеді, бірақ олар ешқашан адамның етін жемейді. Олар тек жеміс-жидек және балмен тамақтанады. Мен айтатын аю, бұл ерекше аю. Ол адамның етін жейтін аю. Аңызға сенсек, бұл аю адамдарға кек қайтарған, өйткені олар оның балаларын өлтірген. Ал сарапшылар бұлай дейді: бір кездері оны аңшылар жарақаттаған. Содан кейін ол адамды ұнатпайтын болған. Оның кесірінен Майсур штатында 30 адам зардап шеккен. Оның тактикасы мынандай: ол өзінің ұшты тырнағымен адамдардың бетін тырнап жыртып өлтіретін болған. Ал оның қолынан тірі қалған адамдардың бет түрінің ұқсыны кеткен. Бір күннің ішінде ол 12 адамды өз құрбанына айналдырған, ал 3-еуін бірден жеп қойған. Бірнеше күннен соң атақты аю аңшысы Кеннет Андерсон оны ұстап өлтірді. Бұл бейнеролик ұнаса лайк бас. Менің арнама жазы. Мен тағы да осындай бейнеролик істеймін деп шештім. Ол үшін маған 100 лайк қажет. Ал мен сізбен қоштасамын. Көріскенше. Қайырлы түн.